Құрметті кітапсүйер қауым, бүгін назарларыңызға қазақ әдебиетінің көрнекті жазушысы Тынымбай Нұрмағанбетовтың «Періштелердің өлімі» атты әсерлі шығармасын ұсынамыз. Бұл туынды адам тағдыры, өмірдің қиындықтары мен қоғамдағы түрлі мәселелерді терең қозғайтын мазмұнды шығарма. Шығармада автор адам жанының нәзік иірімдерін, өмірдің ащы шындығын және қоғамдағы өзгерістердің адам тағдырына әсерін шынайы әрі көркем тілмен бейнелейді. Кейіпкерлердің тағдыры арқылы жазушы адамгершілік, мейірім, әділдік сияқты құндылықтардың маңызын көрсетеді. Әсіресе шығармада адам бойындағы тазалық пен нәзіктік, адалдық пен сенім сияқты қасиеттердің өмірдегі орны ерекше екені суреттеледі. Тынымбай Нұрмағанбетовтың баяндау стилі терең философиялық ойларға толы. Ол кейіпкерлердің ішкі сезімдерін, қорқынышын, күмәнін және үмітін шынайы жеткізіп, оқырманды кейіпкерлердің жан дүниесіне бойлайтын тәсіл қолданады. Әр оқиға мен диалог арқылы адам өміріндегі таңдау мен жауапкершіліктің маңызы айқын көрініс табады. Шығармада қоғамның күрделі проблемалары мен адамның жеке трагедиялары қатар қозғалады. Бұл туындыны қазіргі заманда да өзектілігін жоғалтпайтын шығарма етеді. Періштелердің өлімі тек көркем проза емес, оқырманға ой салатын, өмірге философиялық көзқараспен қарауға мүмкіндік беретін туынды. Кітаптағы кейіпкерлер тағдыры арқылы әр адам өз өміріндегі қиындықтарды қалай қабылдайтынын, қандай шешімдер қабылдайтынын ойластырады. Шығарма адам бойындағы ізгілік пен шынайылықтың, сүйіспеншілік пен жауапкершіліктің маңызын ерекше көрсетеді. Сонымен қатар, бұл кітап қазақ прозасының көркемдік ерекшелігін танытып қана қоймай, оқырман жүрегіне әсер ететін терең мазмұнымен де құнды. Оқиға желісі мен кейіпкерлердің тағдырын бақылау арқылы әр оқырман өз өмірі мен айналасындағы адамдарға деген көзқарасын қайта бағалап, терең ой түйе алады. Кітапта адам мен қоғам арасындағы нәзік байланыс, адамгершілік пен әділдік үшін күрес тағдырының сынақтары сынды тақырыптар ерекше әсерлі баяндалған. Бұл шығарма жас оқырмандарға да, ересектерге де өмірге жаңа көзқараспен қарауға, қиындықтарды сабырмен қабылдауға, адамгершілік қасиеттерді бағалауға шабыт береді. Кітапты оқыған сайын әр оқырман өз өміріне қатысты жаңа ойлар мен терең сезімдерге бойлай алады. Тынымбай Нұрмағанбетовтың «Періштелердің өлімі» кітабы Абай кітапханасының қорында бар. Баршаңызды кітап оқуға шақырамыз.